Азық-түліктердің достығы. Зере мен Төре әкесімен бірге азық-түлік дүкеніне барып келді. Зере анасының жазып берген тізіміне қарап түгелдеп жүрсе, Төре заттарды жинап себетке салып жүрді. Олар алған азық-түліктер тізімі нан, сүт, алма, сәбіз және ірімшік. Бұл азық-түліктер үйге келер жолда өздерінің әрқайсысы қаншалықты маңызды екенін айтып мақтана бастайды. Бірінші болып нан сөйлепті. Мен ең басты азық-түлікпін. Көрдіңдер ме, мені Зеренің анасы тізімге бірінші жазып қойған. Барлық адамдар мені күнде жейді. Менсіз таңғы, түскі, кешкі ас өтпейді, дейді нан мақтанышпен. Одан кейін сүт сөз алып. Ал мен ше, мен Зере мен Төренің сүйікті сусынымын. Менен ешқашан жалықпайды. Менде күш пен денсаулыққа қажетті дәрумен бар деп мақтаныпты. Алма да үнсіз қалмай, мен де өте маңыздымын. Мен тәттімін, әрі денсаулыққа пайдалымын. Зере мен Төренің әкесі күнде тамақтан соң отбасын жинап, отбасылық көңілді уақыт өткізеді. Маған қарашы, мені жеген адам әрқашан күшті, әрі сергек болады, дейді. Содан соң сәбіз сөйлейді. Менің де артықшылығым көп. Мен көзге пайдалы дәрумендерге толымын. Зере мен Төреге анасы түрлі тәсілде мені жеуге ұсынып отырады. Тамаққа да тәтті бәлішке де қосады. Барлық бала мені жеп мықты, әрі ақылды болады, дейді. Ақырында ірімшік күлімдеп. Мен де кереметпін. Мен денеге қуат беремін. Сүйектерді нығайтамын. Сондықтан мен де қажетпін. Естіген боларсыңдар. Жаңа ғана Зере анасымен бірге құрт жасайтынын айтты емес пе, дейді. Біраз уақыттан кейін азық-түліктердің әрқайсысы бір-біріне қарап, шынында бәріміз де маңызды екенбіз. Біз әртүрлі болсақ та әрқайсымыздың өз орнымыз бар. Адамдар бізді бірдей жақсы көреді. Өйткені бәріміз олар үшін пайдалы және қажеттіміз деп бір-бірімен келісіпті. Содан бері нан, сүт, алма, сәбіз және ірімшік тату-тәтті өмір сүріпті. Бұл ертегі арқылы балалар әр азық-түліктің маңызды екенін түсінеді.